Құрметті көрермен, біз хабарымызды жалғастырамыз. Осы Instagram тақырыбында біздің қонақжай студиямызға келген интернет-маркетолог Несібелді Жексенбай, қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Рахмет. Енді Instagramды алға жылжытудың қандай амалдары бар? Instagramның алға жылжытудың амалдары негізі өте көп. Ол жаңағы ақылы жарнама блогерлардан, немесе үлкен жаңағындай подписчиктер көп парақшалардан жарнама сатып алу жолында жүргізуге болады. Және тағы да басқа мысалға программалар бар, сервистер бар, және ол сервистер жаңағы шетелдің Ресей мемлекетінің немесе Америка мемлекетінің сервистерін көбінесе қолданып жатады. Енді басты жолдар примерно осы. Одан басқа негізі көптеген жолдары бар. Қандай көптеген? Жаңағы айттым ғой, программа, ақылы жарнама, блогерлардан жарнама аласыз, соның барлығы жүргізу жолдары. Енді жаңа сюжеттен көрдік, ел тұрғындары, елорда тұрғындары, яғни халықтың жалпы бір 15-20% ғана Инстаграмды қолданады. Ондай бір қайнап жатқан дүние емес. Ол керісінше мен сізге айтар едім бір. Қанша? 80-90% точно қолданады деп ойлаймын. Даже мысалға магазинге адамдар барған кезде айтады, сіздерде Инстаграм бар ма дейді. Инстаграмнан қарай салу үшін, дұрыс па? Отделдің адамдарына айтады. Сол сияқты ол қазір әр адамның қолында бар. Әр адам отырады деп ойлаймын. Ол андай бір қарулы күш деп те күш емес деп жатыр. Менің ойымша мысалы керісінше сияқты. Керісінше Инстаграм бүгінде қарулы күш. Инстаграм арқылы біраз дүниені шешуге болады сияқты. Иә, енді Инстаграм былайша айтқан кезде әр адам өзінің ойын жеткізеді, мысалға айтатын сөзін айтып қалады деген сияқты. Ашық пространство ғой, әр адам өзінің ойын білдіртетін. Енді кез келген адам айтып не етеді ғой. Иә, кез келген адам еркін өзінің ойын білдіретін бұл жаңағы орта деп айтамыз, бұл контент деп айтамыз. Бірақ көп жағдайда кейбір посттарды өшіріп тастап жатады. Осындай посттар қандай жаңағындай айтады ғой, осындай не бойынша посттарды өшіріп тастаймыз. Иә, ол жаңағы Фейсбуктың өзінің модераторы. Ол Фейсбук өзі керек емес контенттерді жаңағындай шектеу қойып отырады. Шектеу қойып, авторский правоға байланысты және видео контент жаңағындай неше түрлі жаман видеолар болады ғой, соның барлығы загрузка жасалғаннан кейін обязательно шамалы уақыттың ішінде модератор тексеріп шығады. Егер ол дұрыс болмаса, жаңа политика безопасностьға сәйкес келмесе, Facebook барады да оны өзі удалить етіп тастайды. Бірақ сізге айтады, біз осындай видеоңызды немесе суретіңіз удалить етіп тастадық, осындай причина үшін деп айтады. Енді Инстаграмда бірден тезірек қалай танымал болуға болады? Енді бірден тезірек хайп қой, бір хайп болып айтетесіз, сол арқылы резко танымал бола аласыз. Сол ғана енді жолы. Ал егер жаңағыда реклама алып жүргізу, оған өте көп уақыт кетеді. Бір группаны өзін айналдыру үшін кем дегенде 1 жылдан 4 жылға дейін уақыт кетеді негізі. Жаңағыдай 100 мың, 500 мың подписчикке жетудің өзі хайпсыз ол, иә? Ол хайпсыз, иә, хайпсыз. Күнде жұмыс жасайсыз, күнде видео саласыз. Хайппен бір айдың ішінде жетіп болады. Хайппен бір күннің ішінде де жетіп болады, жаңағы Артур мен Райым сияқты мысалы. Бірақ фото мен видео қайсы тиімдірек? Енді ол сол, например, бағыттағы аудиторияға байланысты. Мысалға, көбінесе қыз балаларға, например, оларға фото жақсы, ал видеоға, мысалға, сіз бір затты түсіндіру мақсатында жасасаңыз видео контентті, онда ол әрине видео тиімді болады. Менде мысалы мындай сұрақ, көп жұлдыздарда, мысалы біреулерде 2 миллион оқырманы бар, басқасында 2,5 миллион. Бірақ жаңа 2 миллионды, мысалы löpөлі 10 мың ғана да, мысалы, оның екіншісінде мысалы 100 мың деген сияқты, 80-90 мың деген сияқты. Инстаграмда нақты белгілі бір пайыз бар ма, осымен өлшенеді деген сияқты? Мысалға, Инстаграмда умная лента деген бар. Мысалға, сіз бір постыңыз өте қызықты болса, және лайк көп болатын болса, сіздің публикацияңыз топқа шығады, интересныйға. Интересныйға шыққаннан кейін, сол жұлдыздың подписчиктерінен тыс басқа адамдар көреді. Сол кісіні танымайтын мысалға. Егер ол қызықты болса, лайк басып, мысалға, даже миллион лайкқа дейін жетіп қалу әбден мүмкін. Ал мысалы, 10-20% өлшеммен қарастыруға бола ма? Мысалы, 100 мың болса, оның löpөлі кем дегенде бір 10 мың болу керек сияқты. Орташа есеппен, мен сізге айтайын, бір 3-5% подписчиктердің 3-5% лайк басады, орташа есеппен. 3-5%. Аха, өзім есептеп неттім, жұлдыздардықында, блогерлардықында барлығы. Орташа, әрине одан да көптері бар. Мысалға 100 мың подписчик болады, бірақ 30 мың лайк болады, ондайларда болады, кездеседі ондайлар. Олар енді өте жаңағыдай белсенді,
қазіргі уақытта хайп деп тұрады ғой, мысалы хайповый аккаунттар ол солай ол болады. бірден жаңа енді танылғандар да шығар, көбінесе мысалы 15 мың ғана оқырманы болады да, бірақ қызыл талқыға түсіп лүпілдері 30 мың, 50 мың деген сияқты, иә? Енді Несіпелді айтыңызшы, дәл қазір қандай контент айтады ғой, қандай контент қызықты ма? Қолайлы, қызықты, трендте деп айтамыз. Енді ол контент жаңағындай қызықты приколдар, видеолар, вот сол контент ол всегда қызықты және сол үшін де вайнерлер. Иә, вайнерлер медийный пространствода осылай адамдарды қызықтыру жолында, жаңағындай көңілін көтеру жолында видеолар түсіреді және олар просмотрлары көп болады. Әрине лайктар да көп болады. Мысалға жаңағындай бизнес тематика немесе жаңа психология ол всегда аудиториясы өте кішігірім аудитория, сондықтан ол жерде қатты былай адамдар отыра қоймайды, ал қызықты контент ол барлығына қызық. Ол ішінде не болсын, кәсіпкер болсын, психолог болсын, любой адамға қызықты контент ол жаңағындай видео прикол. Енді көбінесе фото-видео салғаннан кейін астына хэштег қойып жатады. Осы хэштег деген дүние қаншалықты маңызды? Хэштег біздің елімізде хэштегтің маңыздысы негізі көбінесе жоқ. Өйткені біздің Қазақстан халқы хэштег арқылы определенный публикациялар іздемейді. Көбінесе жаңа Америка құрама штаттарында хэштегті өте жақсы қолданады, өйткені ол жақта контент және аккаунт өте көп, халықта көп. Ал Ресей мемлекетінде хэштег арқылы енді мысалға адамдар іздеп хэштег арқылы тауып жатады. Ал біздің Қазақстанда хэштегпен ешкім іздемейді, ешкім қарамайды. Енді біз көрермендерге тағы бір жардым айта кетейік. Біздің экранда көрсетілген WhatsApp нөміріне өздеріңіздің сұрақтарыңызды, сауалдарыңызды, жалпы Instagram тақырыбына қатысты сұрақтарыңызды жолдасаңыздар болады. Біздің маман оған жауап беретін болады. Жақсы. Енді біздің көрермендер тарапынан келген сұрақтар бар екен. Айтады, ұятсыз дүниелер көп дейді Instagramда. Солардың барлығы сіздің ойыңызша трендте емес, сол хайп па дейді? Енді әрине ол ондай нәрсе болғаннан кейін Instagram ол публикацияны жіберіп тұрғаннан кейін ол тұрады, ол публикацияны ешкім удалить етпейді. Жаңағыдай қауіпсіздік жаңағы саясаты бар Instagramның. Иә, оны алып тастауға әрине болады. Көптеген халық сол публикацияға пожаловаться басса, көптеген деген ол шамамен қанша болу керек? Мысалға, ұнамайтын публикацияға біз қанша адам пожаловаться деп басса, иә? Бір 100 адамнан 500 адамға дейін пожаловаться басса, определенный контент, например, осындай нелерді нарушает деп басса, ол публикацияны немесе аккаунтты блокировать етіп тастайды. Не только публикация үшін, аккаунттың өзін жауып тастайды. Ол жаңағы ұятсыз видеолар жайлы айтып отырмыз, иә? Ал мысалы, кейбірлер бір парақша ұнамады, оның мысалы қарсыласы, бәсекелесі делік жасау мүмкін. Олар 100 адам жиналып, мысалы сол парақшаны өшіру мүмкін. Енді қараңыз, ол парақша, например, публикацияны пожаловаться басқаннан кейін, оны обязательно модератор тексереді. Фейсбуктың, енді Instagram Фейсбуктың бір мүшесі ғой. Фейсбук соны тексереді, ол адамдар қанша адам пожаловаться басты және сол критерии сәйкес келе ме, бұл публикация шынымен сондай ма деген сияқты. Өйткені ол публикацияларды өкінішке орай адамның өзі тексермейді. Ол Фейсбукта определенный модератор программа автобот тексереді оның барлығын. Сондықтан ол адам емес, ол айтамайды, мынау қарап, бір қарап, мынау жаман, мынау жақсы деп. Ол халықтың жасаған жаңағындай реакциясына байланысты ол қарастырады. Және әрине ол блокировкаға түскен аккаунтты қайтып ашып алуға болады. Өйткені мысалға сіз Фейсбукқа жазасыз, менің осындай аккаунтым жауып тастады деген сияқты осындай немді шешіп беріңіз деп. Сосын Facebook оны бір 3 күнге дейін қарастырады. Оны тексереді, шынымен солай ма екен, сәйкес келе ме, келмей ме деген сияқты. Егер пожаловаться, жаңа сіз айтып отқандай адамдар жиналып басатын болса, аккаунтты өзінің есіне қайтарып ашып береді. И все. Ал енді көп айтылды ғой. Осындай уақытта біз пост жариялайтын болсақ, онда оның көрсетілімі, қаралымы көп болады деп. Дәл қазір ондай бар ма? Уақыт немесе бір күніне мынанша бір пост жариялау керек, сонда сіз көп қаралым жинайсыз. Мысалы, күнді жарияласаң аз, кешке жарияласаң көбірек деген сияқты. Иә, мысалға кешкі сағат 8-ден 9:30-ға дейін пост салсаңыз, сол уақытта өте көп адам отырады Инстаграмда онлайн, және ол адамдар сізге лайк басқан кезде 1 минут, мысалы, пост салғаннан кейін 1 минут өткенге дейін көп лайк жинасаңыз, сіздің публикацияңыз топқа шығып кетеді. Естественно, көбірек лайкты просмотр жинайтын болады. Ал егер салған моменттен лайк аз болатын болса, комментарий аз болатын болса, ол бірталай топқа шығуына. Әрине, сол қолайлы уақытты таңдайды да, сол уақытта салады да, барлығы лайк басып, сол публикацияны мысалы топқа шығады. Бірақ осы айда емес шығар. Рамазан айында енді. Дәл сол уақытқа келіп отырмыз, 8 мен 9:30 уақыт. Рамазан айында қатты бизнесте жүрмейді, продажада жоқ, барлығында ораза.
Иә. Тамаша. Так, айтады, қанша лайк болса ақша төленеді дейді. Лайкқа ақша төленбейді. Ол көбінесе YouTube-тың несімен салыстырады. YouTube-та мысалға сіз просмотр жинасаңыз, сізге ақша төлейді. 1 миллион просмотрға орташа есеппен Қазақстанда $300-400 төлейді. Ресей мемлекетінде $500, ақш мемлекетінде $1000 төлейді. 1 миллион қаралымға, просмотрға. Ал Инстаграмда ондай жоқ. Инстаграмда сіз қанша миллион просмотр жинасаңыз, қанша лайк жинасаңыз да, сізге Инстаграм ешқандай ақша төлемейді. Ал Инстаграмда қалай ақша табуға? Инстаграмда жарнама арқылы өзінің товарын, услугасын сату арқылы ақша табады ол жерде. Және ол жерде көптеген партнерский программа, серіктестік бағдарламалар бар, товарларын сатады, услугаларын сатады, блогерларға реклама заказ береді. Және өзінің Фейсбуктың өзінің ақылы жарнамасы бар. Фейсбук сол арқылы ақша істейді. Мысалға, посттар шығады, подробный магазин деген посттар, сол постқа шығару үшін, определенный адамдарға көрсету үшін сіз Фейсбукқа ақша төлейсіз. Ол ақшаны карточкамен перевод жасауға болады. Енді, мысалы, көбінесе Инстаграмда өзінің жазылған оқырмандарым бар ғой. Солардың арасында қарап отқан кезде бір басқа видеолар шығып отырады. Ол жаңа жарнама, яғни. Қазір көптеп кетті. Оның бір шектеуі бар ма, мысалы, әлде кез келген адам сол жарнаманы қоя бере ала ма? Ақша төлесең, бәрі ақша төлесеңіз болды, ол жарнама шыға береді. Ал егер сізге ол жарнама шықпасын десеңіз, рекламаға пожаловаться басасыз, маған бұндай жарнама көрсетпеңіз деп. Сол кезде Facebook сізге көрсетпейтін болады. Яғни осының бәрі Инстаграм бәрі Facebook арқылы. Facebook арқылы, иә, ол хозяин Facebook, иә, бүкіл техподдержка, саппорт барлығы Facebook'та. Енді Facebook пен Instagram ол әр пользователь жаңағындай жазылушы өзінің жаңағы Инстаграмда отқан кезде жақсы, қолайлы, қызықты контент көру үшін отырады, соған барлық жағдай жасайды. Өйткені барлық адамдарды сол жерге жинау керек. Егер сіз реклама көрсетпесін деп пожаловаться жасасаңыз, сізге әрине көрсетпейді ол. Ал егер сіз бір рекламаға қайта-қайта көре берсеңіз, тура сол контент сізге қызықты болса, соның тематикаға байланысты рекламалар сізге қайта-қайта көрсете береді. Бір көрермен айтады, менің подписчигім бірде көбейіп кетеді, бірде азайып кетеді дейді. Оның себебі не дейді? Соңғы уақытта егерде сіз кірмейтін, лайк баспайтын, комментарий жазбайтын жаңағындай парақшалар болатын болса, олардан автоматты түрде өзі өшіріп тастайды деген бір ақпарат шыққан, ол қаншалықты рас? Ол өтірік, ол бір шығарып алған дүние деп айтайын. Енді подписчик көбейсе, енді ол адамдарға қызықты болды, оқыды, одан кейін қайтып шығып кетті. Енді әр адам өзі біледі, кімге подписчик болады, кімдікін оқымайды деген сияқты. Ал жаңа сіз айтқан нәрсе ол өтірік абсолютно. Өтірік, иә? Өйткені Facebook ол үлкен корпорация, ондай керек жоқ келеңсіз жағдайларды өткізбейді. Facebook ондай жасатқызбайды местерге. Енді түйіндейік, мысалы бізді көріп отқан көрермендерге, ауылда қарапайым көрермендер көріп отыр, мысалы әлі Инстаграм енді ғана ашты делік, нақты танымал болу үшін 5 критерий айтып беріңіз. Так, нақты танымал болу үшін осыдан бастаңыз. Біріншіден аккаунт парақшаңызды ашқан кезде сіз контент таңдайсыз. Қандай контент саласыз? Развлекательный ма, қызықтыратын, немесе психология ма, немесе тамақ пісіресіз бе? Белгілі бір бағыт таңдайсыз. Содан кейін екіншісі соған байланысты видеоларды, посттарды күнде шығарып отыру керексіз. Күнде? Күнде неше пост болу керек? Күніне бір пост жетеді ондайға негізінде. Немесе 2 күнде бір рет салуыңызға болады. Үшіншісі... Ал бір жұма салмай болса не болады? Бір жұма салмай болса негізі ештеме болмайды. Ол көбі сөйлейді, бір 10 күн салмаса подписчиктер кетіп қалады, ол болмайды ондай. Енді арасында әр адам біледі, біреу кеткісі келеді, біреу жазылғысы келеді, мысалға. Сіз 10 күн салмай кетсеңіз, нетпейді. Үшіншісі реклама аласыз. Үлкен бір парақшалар бар. Енді ғана дамып келе жатқан парақша, мейлі 10 мың жазылушы болсын, 50 мың жазылушы болсын, сол жерден барысы да реклама сатып аласыз. Енді кішкентай парақшалардың рекламалары шамалы арзандау. Өзіңіздің Инстаграмыңызды шамамен қанша? 10-20? Мысалы, 100 мың жазылушы бар парақшаның жарнамасы 2 мыңнан 5 мың теңгеге дейін. Ол парақшаның белсенділігіне байланысты. Мысалға, енді 1 миллион подписчигі бар жазылушыларда жарнамасы мысалға жай видео прикол парақша болатын болса 25-35 мың теңгеге дейін болады. Орташа есеппен. Енді жұлдыздардікі әрине одан қымбаттырақ. Келесі. Так, одан кейін пост салып отырасыз, айттым. Ақылы жарнаманы сатып алуға болады. Facebook арқылы олайда дамытуға болады. Және төртіншісі, жаңа подписчик санын көбейтіп, мысалға неше түрлі программалар бар, подписчик санын көбейтетін конкурстар бар, гифтар бар, мысалы жұлдыздар ұйымдастыратын. Соларға қатысып, подписчиктеріңізді көбейтіп алуыңызға болады. Осы нақты 5
жетеді деп ойлаймын. Бірақ сол жаңағы және салған сурет немесе видеоның астындағы жазба да маңызды сияқты мен үшін. Әрине, ол сіз пост салған кезде, креатив, сіздің кейбір посттар болады, бір-екі сөзін оқыған кезде соңына дейін қалай оқығанын өзіңіз байқамай қаласыз, соншалықты қызықты болады. Әрине, ондай пост жазған өте жақсы. Көбінесе жаңа психологияға байланысты, мысалға, соған байланысты посттарда тексттары өте қызық болады. Ал жаңа развлекательный контент ол жерде көбінесе видеоға назар аударады. Тамаша. Енді келіп, Инстаграм жайлы бізге шағын ақпарат айтқаныңызға көп рахмет. Сіздің де подписчигіңіз көп болсын, біздің де подписчик көп болсын, сіздердің де подписчиктеріңіз көп болсын.